Біздің Қазақстан әрқашан өзінің қонақжайлығымен және достығымен ерекшеленген еді. Көптеген этностар үшін қазақ елі бірге туған жақынындай ең қымбат және ыстық. Біздің дініміз бен тіліміз басқа, салт дәстүріміз басқа болса да, әрқашан біргеміз. Бізді ортақ тарихи өткеніміз бен бір отанымыз Қазақстан Республикасы біріктіреді. Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Bir шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болсын. Мы народы побратимы, наша дружба крепка. Я горда жить и работать в Казахстане. Над небом на плодородных землях нашего государства вольготно процветают все. Наши родители всегда вспоминают с благодарностью народ Казахстана, принявших их тогда в трудные времена. Наша страна, наша Алмата с ее прекрасными горами и добрый народ мне очень дороги. И я рада быть долгие годы работать в коллективе Департамента государственных доходов по городу Алматы. Чувство деления в обществе по признаку национальности всегда было комфортно и межэтнические согласия. Наши любимые, давшие нам большие возможности в стране. Елімізде қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Сохранить мир и согласие, одним шагом.